Бізде аялдамда жалпы выделение болуы тиіс па? Өте көп мөлшерде болмау керек. Кейде мөлшері көбейеді, созылыңқы дәл осылай үсіп келетін выделение болатын болса, үсіп созылып тұрып қалатындай болатын болса, значит бұл ашит деп айтасыздар. Міне дәл осы бізде молочница немесе кальпит. Күйеуіңізбен бірге ем алуыңыз керек. Себебі бұның кетуі өте қиындау. Біріншіден өте жағымсыз иіс болады. Бұдан иісті айту қиын. Бұл бізде гонорея, хламидия, микоплазма трихомониаз, яғни қандай да бізде инфекция бар екенін білеміз. Анализдерді міндетті түрде тапсырып білуіміз керек болады. Қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен біз қалыпты выделение туралы сөйлесеміз. Яғни бізде аялдамда жалпы выделение болуы тиіс па? Әрине, сіз 13 жастағы толғаннан бастап, даже минимум 9 жастан бастап бізге жайменде выделение келе бастау керек. Ол ешқандай қышымайды, ешқандай ашымайды, өзінде неприятный запах болмайды. Кішкене ғана боль, жаңағы айранның иісі сияқты болуы мүмкін, аттак басқа иіс сізде болмайды. Қыз кезінде турасында және де өте көп мөлшерде болмау керек. Кейде мөлшері көбейеді, мысалы етекіңіз кеткеннен кейін бір аптадан соң, яғни овуляция кезінде ғана. Қалған уақытта ол сізді мазаламауы керек. Ендеше, сіздерге выделение қалыпты және қалыпты емес түрлері. Бірінші, тоқтала кететін нәрсе бізде мына жұмыртқаның ағы тәрізді, міне созылыңқы дәл осылай үсіп келетін выделение болатын болса, үсіп созылып тұрып қалатындай болатын болса, значит бұл бізде овуляция белгісі. Овуляция кезінде осылай бізде созылыңқы выделение келеді. Түссіз, ешқандай иіссіз, сізге ешқандай дискомфорт тудырмайды. Бірақ мөлшері кішкене көп болуы мүмкін. Яғни сіз кішкене көбірек ауыстыруыңыз керек болады. Бұл бізде қалыпты жағдайда. Екінші бізде болуы мүмкін творожистое выделение. Міне творог сияқты тәрізді выделение. Как будто ішінде бір творогтар жүрген сияқты, іртік болып түседі. Особенно жыныс қатынасынан кейін плотно ашит деп айтасыздар. Міне дәл осы бізде молочница немесе кальпит. Екінші выделение бізде ішінде творог сияқты емес, бірақ ақшыл сұйық түрде болады. Бұл ақшыл сұйық түрде выделение, бірақ бұдан неприятный балықтың иісі болады. Міне селедка сияқты особенно. Бұл бізде бактериальный вагиноз, бұл горнолез, яғни сіз бұндай диагнозбен міндетті түрде күйеуіңізбен бірге ем алуыңыз керек. Себебі бұның кетуі өте қиындау. Екінші, одан кейінгі выделение бізде бұл кішкене қызғыш түсті выделение, кішкене қызыл түсті бар выделение, андайнанда, особенно етеккірдің кейін келетін болса, мысалы етеккіріңіз 3 күн келді, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші күні осыдан жағылып келуі мүмкін. Бұл қалыпты, егер жағылып келетін болса, ал егер де постоянно 10-15 күн осыдан жағылып келетіндей болатын болса, значит бұл сізде скорее всего аденомиоз, либо гиперплазия эндометрия, яғни эндометриоз, скорее всего. Сол үшін сіз міндетті түрде УЗИ-ға түсіп тексеруіңіз керек. Одан кейінгі выделение бізде кәдімгі кір сұйық су тәрізді мынандай болады. Міне прям кір сұйық су тәрізді выделение, да. Қазір бұл выделение бізде біріншіден өте жағымсыз иіс болады. Бұда иісті айту қиын, прям осындай сұйық түрде болады. Су сияқты астыңызда постоянно кеп тұрады. Прям қара қоңыр топырақ сияқты тәрізді болады. Міне осылайынан. Бұл постоянно сізді мазалап тұрады. Жаңағыдай күйеуіңізде де келуі мүмкін дәл осы. Плюс бөртпелер шығып кетуі мүмкін сізде. Бұл бізде гонорея, хламидия, микоплазма трихомониаз, яғни қандай да бір сізде инфекция бар екенін белгісі. Тем более запахым келетін болса. Одан кейінгі келетін бізде выделение. Бұл бізде мынандай қою қарақанды. Қою қарағанда, бұдан да даже қою қара түсті болуы мүмкін. Бұл бізде етеккір кезінде болса, воспалительный процесс кезінде осындай болуы мүмкін, немесе стресс қатты болған кезде, қандай да переживание, да, или болмаса етеккір кішкене кешіккен кезде қатты қою қара түсу болуы мүмкін. Бұл қалыпты. Ал егер де етеккірден кейін бөлек уақыттарда постоянно келетін болса, бұл қалыпсыз, либо бұл сізде киста, либо миома, либо полип бар деген сөз. Даже иногда болады эндометридмен аденомиоздың размері, эндометриддің қалыңдығы қатты қалыңдаған болатын болса, сол кезде осыны қатты қою келуі мүмкін. Яғни 15 күн, 20 күн кімде қанды выделение келеді, соларда осындай болады. И тіпті бұлар сгустықта осыдан түсуі мүмкін. Мысалы, 6-7 күн етеккір келеді, бірақ сгустықпен көп мөлшерде келеді, прям памперс қоямын десеңіз, тоже осындай диагноз кезінде осындай болады. Сондықтан сіздер бұндай жағдайда бұл қалыпсыз выделение кезінде міндетті түрде тез арада ем алуыңыз керек болады. Анализдерді міндетті түрде тапсырып білуіңіз керек болады. Сіздермен болған доктор Сейтжаппаровна.